الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Алла нәсіп етсе Әл-Усрату Саида, бақытты отбасы тақырыбындағы сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тоқталатын тақырыптарымыз қыз бала өзіне лайықты жігіт тапқаннан кейін немесе жігіт өзіне лайықты жар болады деген сипаттағы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде айтқандай қызды тапқаннан кейінгі екеуі белгілі бір кездесуге келетін еді. Сол кездесуден кейін қорытынды нәтиже қалай болады, сол мәселеге тоқталамыз. Енді бір еске түсіретін болсақ, жалпы бойдақтарға жақсы нәрсе ғой бұл. Шариғи тұрғыда мұсылман адам үйленерден алдын не жасау керек? Бірінші, жігіт дұрыс әйел болады-ау, жар болады-ау деген қыздың бойындағы сипаттарды іздей бастайды. Сұрастырады жан-жақтан. Сондай бір қыз табылды деген кезде оны өзі барып немесе басқа да жаңағыдай уәлилерін, туыстарын, әйел адамдарды, жеңгелерін жібере отырып оны кездесуге шақырады. Шариғи талаптар бойынша. Ол кездесу ешқандай да жалғыз болмайды. Ол кездесу махрамдардың аясында, куәгерлердің аясында кездесу болады. Ол кездесудің мәселелерін, әдептерін, шарттарын өткенде айттық. Кездесу барысында ер жігітке қандай ақылар беріледі, қыз баланың қандай ақылары бар, ол нәрсеге тоқталдық. Ал енді осы кездесудің нәтижесі екі түрлі болуы мүмкін. Біріншісі, бұл кездесуден кейін қыз бен жігіт бір-бірін ұнатпай, тіл табыса алмай, сөздері келіспей, ары қарай бір-бірінің көңілінен шықпай, осы кездесуден кейін осы мәселеге нүкте қойып, ары қарай не істеу мүмкін? Екі жаққа бөлініп кетуі мүмкін. Бұл ешқандай ажырасу емес. Бұл бар болғаны некеге дейінгі жасалып жатқан талаптардан ары қарай ойдағыдай өтілген жоқ. Бұл ешқандай айыпты нәрсе емес, бұл күнә емес. Бұл дұрыс нәрсе. Міндетті түрде үйлену ниетімен бір қызды көрген кезде оған бір үйленіп кету керек деген шарт жоқ та. Бірақ біздегі түсінікте үйленіп кету керек деген шартты қойып қояды да, себебі олар қатты кетіп қалады. Олар неке қимай тұрып бір-бірін өлердей жақсы көріп қалады да. Сөйтеді да махаббаттан бастары айналып, бір-біріне сәйкес келмесе де, сол махаббаттың жаңағы көзіне толып қалған, бір-бірін жақсы көріп қалған нәрселермен артындағы проблемаларды көрмейді. Сонымен кейін сол махаббат ертең өшкеннен кейін, бірнеше уақыттан кейін ортада ажырасу пайда болады. Сондықтан біз ескерту ретінде өткен дәрісімізді айттық. Неке қиылғанға дейін қыз бен жігіттің арасында бір-бірін жаңағыдай күйем-сүйем дейтін махаббат болмайды. Некеге дейін. Кездесуге дейін ұнату болмайды. Кездесіп біткеннен кейін барып ұнату болады. Ұнату деген ол махаббат деген сөз емес. Ол неке қиюға болады деген сөз. Ұнату деген. Соған келісім. Біздің қоғамдағы жастардың көпшілігінде қателік кететін сол. Осылардың алдына махаббат шыққаннан кейін олар мына нәрсенің барлығына қол сілтеп кетеді. Оның нәтижесі жаңағыдай. Сондықтан енді жаңағы біріншісін түсіндіңіз. Кездесу болды, кездесудің нәтижесі екі жаққа бөлек кететін болды. Ол жерде ешқандай проблема жоқ. Талқылайтын ештеңе емес. Бізге талқылауымыз керек болған нәрсе, қыз бен жігіт кездесті. Жоғарыдағы шарттарына сай. Кездескеннен кейін екеуі бір-біріне жауап берді. Мысалға, дәл сол жерде жауап берсе де болады. Мысалға, 1 сағат, 2 сағат отырып, екеуі жаңағы куәгерлердің жанында, жақын махрамдардың, туыстарының жанында нағыз бір-бірлерінің талаптарын, шарттарын айтып, бір-бірін танысып, әңгіме құрды. Екеуі бір-бірін отбасы боламыз ау деген ішінде көңіл болды.
Енді бірден сол жерде сол мәжіліс тарамай тұрып, соның соңында екеуі ары қарай тойға дайындала берейік деп бір-біріне келісімін, разылығын білдірсе болады. Немесе екеуі әңгіме айтып кетеді, ешқандай нақты үкім берілмейді, екеуі кетіп қалады. Үйіне барғаннан кейін қыз өзінің жеңгелеріне, жігіт өзінің жеңгелеріне жаңағыдай болды, ары қарай дайындала беріңіздер, той күнін белгілей беріңіздер деген сияқты нәрселер болатын болса, кете береді. Ендігі мәселе бұл екеуінің осы кездесу нәтижесіндегі бір-біріне жұп боламыз-ау деген ұнатулары бұл некені міндеттейді ме, міндеттемейді ме? Бұл некеге жата ма, жатпай ма десек, әлбетте бұл неке емес. Бұл бар болған не? Бір жігіт пен қыздың бір-біріне үйленуге берген уәдесі секілді болып қалыптасады. Уәде сияқты. Бұлай сөзбе-сөз күшті қуатындағы уәде емес та, ұсыныс ретінде келген уәде бұл. Сондықтан, егер енді қазір адамдардың арасында қоғам болғаннан кейін әртүрлі адам бар ғой, әртүрлі нәрсе болады. Қыз бен жігіт бір-бірін ұнатып, осындай жолдардың бәрінен өтіп келген кезде, ең соңында үйдің үлкендері, әжесі бола ма, атасы бола ма, әкесі бола ма, анасы бола ма, біреу келіп, бұл нәрсеге түбегейлі қайшы болады. Сондай жағдайда не істеу керек? Олар иншалла алдағы уақытта келеді. Бірақ қазір біздің бірінші талқылайтын нәрсеміз, бұл ешқандай айқайшусыз, бәрі өз орнымен шешілетін нәрселерді талқылаймыз. Кейіннен барып бұны түсініп болғаннан кейін ортадағы айқайшулар, біреулер келіспесе не болады деген нәрсе ол кейіннен талқыланады. Сол үшін мына жерде екеуі бір-біріне үйленуге келісім берді, разылық білдірді, бірақ әлі күйем-сүйем деген махаббат жоқ. Махаббат некеден кейін. Сол үшін олар сақ болсын, екеуімен ара қатынас, тойға дейінгі, некеге дейінгі деп айтайықшы, тойға дейінгі демек, некеге дейінгі арадағы мәмілелеріне олар мән беру керек, әлі де бұлар бір-біріне бөтен деген нәрсені мән беру керек. Неке қиылмайынша, мейлі екеуі үйленеміз деп бір-біріне уәде беріп қойған болса да, бұл неке емес болғандығы үшін бұлар бір-біріне бөтен адамдар. Демек, бөтен адам болғаннан кейін бұл екеуі жалғыз қалудан сақтану керек. Бұл екеуі күліп ойнап сөйлесуден сақтану керек. Бұл екеуі қол ұстасып, құшақтасып, сүйісіп амандасудан сақтану керек. Енді қол ұстасып амандасу, бірге жеке қалу дегенді айтқаннан кейін ары қарай құшақтасу, оның барлығы кетті деген сөз да. Оларды айтпай қойсақ та болады. Сондықтан бұндай мәселеге мән беріп қарау керек. Енді мына бір затты айтайық, жаңағы айтқанымыз. Егер ойдағыдай болмай қалсашы деген сияқты ғой. Қыз бен жігіт кездесіп, жігіт жаңа жоғарыда айтқанымыздай сыйлығын алып барған, алтыннан бірдеңеден сырғасын салған құлағына. Өз емес, өз саламайды ғой. Жанындағы жаңа жеңгесіне біреуге берді да, сыйлық ретінде. Қомақты бір нәрсе алып барды. Сөйтіп екеуі сол жерде отырып бір-бірін түсіністі. Ары қарай отбасы бола аламыз-ау деген бір-бірінің көңілдерінен шықты. Сосын сөйтіп тарап кетеді, үйлеріне барған кезде бір жақтан, жігіт жақтан деп айтайық, немесе қыз жақтан бұл екеуінің қосылғанын қаламайды. Болмайды дейді, екеуің бірге жүрмейсіңдер дейді. Егер сол қызды алатын болсаң, мен сенің әкең емеспін, анаң емеспін деп айтатындар бар ғой. Менің көзіме көрінбе. Бұдан кейін менің жаныма жақындама деген сияқты ең соңғы нүктелерін қойып айтады ғой сөйтіп. Сондай сөздер айту мүмкін. Сол кезде не істейміз? Ана беріп қойған алтын қайда кетті? Біз соны айтайық бірінші. Соңғы үкіміне келмей тұрайық, бірінші алтын талқылап алайық. Еркек, жігіт сол кездесу барысында сыйлық берген болса, енді бұл жерде біз өткен сабақта айттық қой. Сыйлық беріп сыйлығына қайтқан адам құсып, құсығына қайтып келген ит секілді дедік. Бұны ойлансын деп айтты да. Осының екінші бір орта жолы бар да. Ол былай дейді. Енді біздің қазіргі қоғамда осыны ұстанғанымыз кішкене абзалырақ. Сонда ешкімнің жүрегі ештеңе болмайды да. Әркімнің заты өзінде тұрады. Ол былай. Жігіт пен қыз кездесіп, жігіт қызға сыйлық берді. Екеуі бір-біріне үйленеміз деген жаңағыдай келісімдермен кетті да. Бірақ екеуі үйленбейтін болып, орта неке қиылған жоқ әлі. Орта бұзылатын болды. Енді осы жерде былай деп айтады. Егер некені осы екеуінің арасындағы некеге дейінгі келісім бірінші қай жақтан бұзылды, зиян соған кетеді дейді. Яғни
жігіт қызға сыйлық берген болса, сосын некеге дейін енді екеуі үйленеміз деп бір-біріне келісім беріп қойды ғой. Осы келісімді жігіт бұзып жіберетін болса, жігіттің тарапы, жігіттің ата-анасы, басқалары деген сияқты, онда ана берген сыйлықты қайтып алмаған дұрыс болады. Себебі кінә сенен, жібер кетсін. Ал егер келісім болып, жігіт сыйлықты берді, осы келісімді, некеге дейінгі келісімді бұзу қыз тараптан болса, жігіт жақтың бәрі келісіп тұр, аламыз деп. Жігіт ойдағыдай сыйлығын беріп кеткен. Бірақ қыз үйіне барған кезде үйіндегі үлкендері естіп, бұл нәрсені разы емес екендіктерін айтады, ортаны бөлу керек, онымен болмайсың деді. Неке қимайсыңдар, үйленбейсіңдер деді. Осы кезде келісім бұзылу қай жақтан болып тұр? Қыз жақтан болып тұр. Осы кезде жігіт ана келісім бұзылу мәселесіне қарай отырып, бұл жерде хадия сыйлыққа қайту емес, келісімнің бұзылу мәселесіне қарай отырып, қыздан берген нәрсесін барып сұрап алуына болады дейді. Осындай нәрсе бар. Бұл қазіргі қоғамда кішкене тиімдірек та. Себебі адамдар өздері күндерін зорға көріп жүргенде, берген нәрсесін айдаладағы біреуге кездесіп беріп қоймау керек та. Бәрібірде қазір жастардың ақымақтығы бар ғой. Қаншама қызбен кездесіп, әрқайсысына 50 мың, 60 мың гүл беріп, сыйлығын беріп жіберіп жатқан жоқ қой бәрі. Олар да айтыр бір-бірін қатырып жатырмыз деп жүр, бірақ бір-біріне жасап жатқан не? Шығын ғой жүрген. Қыз да шығын, жігіт те шығын. Бірақ сезімдер жоқ та. Жай ғана өздерінің жаңағы көңіл қалаулар. Сондықтан бұл жерде тағы маңызды қорыта айта кететін нәрсе, екеуінің арасы қандай да бір жағдаймен келісім бұзылатын болса, онда бұл бір-біріне ертең бет қараспайтындай, ананы көрген кезде жаңағыдай ол пәлен түлен деп айтпайтындай, әдепке сай бір-біріне құрмет сый көрсете отырып, орталары не істеу керек? Келісімді бұзу керек та. Ары қарай адамгершілікпен өмір сүру керек. Көрген жерде ертең айтып, мысалға бір қызбен жігіт сөйлесіп, екеуі неке қиямыз деп келісті, соны қыз жақтың ата-анасы қарсы болып, оны басқа біреуге тұрмысқа беріп жүрсе, бұл жақтан жігіт жүрмеу керек те ертең. Ол қызды, оның жаңағы барған жерін, оның жаңағы бүткіл отбасын қаралап, жүрген жерінде жаман реклама таратып жүруге болмайды. Әдепке сай мұсылмандық құрметті ұстану керек. Себебі сен оған өйтіп айтатындай ешқандай неке қиған жоқсың. Ешқандай сөзің жүрмейді саған. Сенікі бар болғаны, екеуінің, жігіттің де қыздың да бұл жерде бір-біріне ақысы бір дейді. Екеуінің де бір-біріне міндеті бар. Ол шариғи тұрғыдан міндет та, бірақ жеке өздерінің өткізіп қойған ештеңесі жоқ. Бір-бірінен айырыла алмайды деген нәрсе жоқ. Тек адамгершілікпен келді ме, демек адамгершілікпен тарау керек ол жерде. Сый, құрмет, әдеп сақталу керек. Ендігі мәселе, әркім өзінің қалағанына үйлену керек. Әр қыз өзінің қалағанына тұрмысқа шығу керек. Мен бұл тақырыпты қазір айтам, жастарға қатты ұнайды бұл. Тіпті оның ішінде жас жігіттер мен жас қыздарға деп айтайын. Соларға қатты ұнайтын нәрсе. Өз еркіңмен үйлене аласың, өз еркіңмен тұрмысқа шыға аласың деген нәрсе қыздарға қатты жағады бұл. Мен бұны қазір айтып, ең соңында ұмытып кетпейін, Алла нәсіп етсе есіме түсірсе айтам. Не істеу керек? Демек, жалпы бұлай ислам діні деп қарамай, адамзаттың өзінің түсінігіне, адам деген сондай ғой өзі, біздің арғы тегіміз жәннаттық болғаннан кейін, Адам алейхиссалам жәннатта болғаннан кейін, бізде ана көрсе қызарлық деген нәрсе бар да, бір затты көрсек, сол заттың жақсысын алуға тырысамыз. Ол сапалы ма, сапасыз ма маңызды емес, біздерге жылтырағаны болса болды ғой. Сол үшін де осы дүниені солай жалтыратып жатқан жоқ біз ба? Сапалы дүние болып жатыр ма маңызды емес та бізге. Сондықтан неке мәселесінде дәл сондай. Бір адам дінді білсін, білмесін маңызды емес, ол автоматты түрде бір еркек өзіне қыз іздеген кезде, ол өзінің ұнатқанын, жақсы көргенін, өзінше әдемі дегенін таңдайды ғой. Ол дінді білсін, білмесін. Бір қыз да сондай. Дін мұсылман болмаса да, ол не істейді? Өзінің ұнатпағанына тұрмысқа шыға салмайды ғой. Ол ұнатады, ол жүріп көреді. Дінде болмағаннан кейін ол одан сайын ары қарай шегін сүріп жүреді. Демек, біздің исламда бұндай нәрсе жоқ. Исламда өзіндік ережесі бар. Ол ереже қандай? Көбінесе жігітті айтайық, қызды айтайық. Жігіттерге әңгіме айтпай қояйық, себебі еркектің
өз ісі өзінде ғой. Көбінесе еркек адам мәселені өзі шешеді. Еркек адамда шанс көп болады. Бірден қателессең екіге барасың, екіден қателессең үшке барасың, үштен қателессең төртке барасың. Төрттен қателессең жоқ, енді айып етпейсіздер. Досымен тоқтайсыз да, сабыр етесің. Еркекке мүмкіндік көп, ал қыз балаға бұндай мүмкіндік берілмеген. Сол үшін қыз баласы өмірінде бір таңдау жасайды, сол таңдаудан қателеспеу керек. Барынша қателеспеу керек. Қалған Алла адамның басына салған тағдырын бірге көреді ғой. Тағдырды білмейміз ғой, алдымызда не болатынын. Қателеспеу керек дегендегі мәселе Алланың біздің алдымызға берген себептерді дұрыстап қолданып, қателік жасамау керек. Көрініп тұрған нәрседен. Ал ғайып болған мәселені Аллаға тапсырамыз. Біреумен танысып, қыз жігітпен танысып, жігіт қызбен танысып сөйлескенмен ол айта алмайды, оны 100% танимын деп. Себебі оның ішінде нелер жасылып тұрғанын білмейсің. Іштерді, сырды Алладан басқа ешкім білмейді. Бір халде жүрген кезде адам өзінің ішкі сырын ашыққа шығармайды. Өзіңіз де сондайсыз ғой. Қарапайым қазір бәріңіз түрлеріңіз қараса әп-әдемі, ешкімге бір шыбынға да зияныңыз жоқ адам сияқты болып отырсыздар. Бірақ сіздің бұл жерге дейін не істегеніңізді, бұдан кейін не жасайтыныңызды, сыртта кімсіз, үйде кімсіз, сіздің өзіңіздің ішіңіз білсін, қалғанын анығын Алла біледі. Бәріміз сондаймыз. Демек, біз өзіміздің ішіміздегі көпшілікке көрсетпейтін жасыратын нәрсеміз бар. Кейбір ішімізде жасырылған нәрсе бар, эмоция болмайынша шықпайды ол нәрсе. Яғни сен басыңа қиындық келіп, шөл келіп, айқай келіп, қарыз келіп, дау келмейінше, сенің ол ішіндегі жасырылған эмоциялар шықпайды. Сонда анау бір-бірімен пәлен деген жылдар жүріп, 3 жыл жүріп, 4 жыл, 5 жыл жүріп, бір-бірін танимыз деп неке қимай жүретіндер болады, қыздар мен жігіттер. Өтірік соның бәрі. Шариғат сол үшін айтып тұрды ғой. Сен қанша жүрсең де тани алмайсың, одан да сонша жүрдің бе, неке қиып өмір сүре берсеңші ары қарай. Не алып босқа уақыт жіберіп жатсыңдар. Тани алмайсыздар. Мұсылмандық бізге ислам шариғаты сол үшін ереже қояды. Қыз баласы өзінің қалап жақсы көргеніне тұрмысқа шықсын дейді. Ер жігіт те сондай, өзінің қалап жақсы көргеніне тұрмысқа шықсын, ешкім не істемейді, күштей алмайды неге. Бұған дәлел ретінде Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан мынадай хадис жеткізеді. Қала, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Ла тункахул айиму хатта тустамара». Бір рет тұрмыста болған әйел деп айтамыз ба? Бір рет тұрмысқа барып келген қыз бала, екінші рет тұрмысқа шығарылатын болса, неке қиылатын болса, онымен кеңес жасалынбай неке қиылмайды дейді. Бір рет тұрмыста болып келгенде, енді басқа біреумен неке қидырылу үшін міндетті түрде оның несі керек? Онымен кеңес жасау керек. Кеңес дейді бұл жерде, рұқсат емес, кеңес. Көрдіңіз ба? Уже бұл не? Қыз емес, бұл әйелдің қатарына кіріп кетті де, әйелмен кеңес жасалады. Ал қыздан не жасалады? Қызбен кеңесілмейді. Қыздан рұқсатын аласың. Соны айтып жатыр. «Уәлә тункахул бикру хатта тустазана». Ал тұрмысқа шықпаған, әлі тұрмысқа шықпаған қыз баласын оның рұқсатын алмай, онымен неке қиылмайды дейді. Өзінің рұқсаты керек та. Рұқсат пен кеңес дегеннің екеуі екі түрлі дәрежедегі әйел затын айтылып тұр. Біреуі қызбен рұқсатын аласың, ал анау жаңағы тұрмыста болып келген әйел кісімен басқа біреуге неке қиятын кезде, одан не істейсің? Онымен кеңес жасалып, соның нәтижесінде өз рұқсатын береді. Бұл жерде не түсінесіз? Мысал айтайық, бір жақсы мысал берейік та. Бір әйел бар, оның күйеуі болған. Күйеуі белгілі бір себептермен дүниеден өтіп кетті. Ажал келді де кетті. Әйел не болды? Жесір қалды. Енді оның әкесі қызым жесір қалмасын деп, оның рұқсатын алмай, оны қаламаған біреуіне тұрмысқа беріп жүре алмайды. Не істеу керек? Жаңағы өзінің қызымен кеңес жасау керек. Осындай адам бар, соған тұрмысқа шықсаң, мен сенің қасыңда әрдайым қамқор болып жүре алмаймын, бәрібір ер адам керек. Бұны әке өзі айта алмаса, әйелі арқылы, яғни қыздың анасы арқылы жеткізіп отыру керек. Мүмкіндіктер болса, барлығында бұндай мүмкіндік болмай қалуы мүмкін ғой. Егер қазір тек ана айтсын десек, анасы жоқ, тек әкесі бар қыздарға не болады? Ондай да қиын жағдай болады да. Ол кезде апаларын айтқызу керек болады да.
жаңағы өзінің әке жақтағы апалары болар, нағашылары болар, сондайлармен әкесі сөйлесіп, қызға осындай ұсыныстар жаса, менің де сол нәрсеге разы екендігімді білдір деп осылай жібереді. Кейбір қыздар жаңағы анаға айтқан нәрсесін әкеге айта алмайды. Әркімнің отбасындағы тәрбиеге байланысты ғой. Бірақ бұл әдеп, бұл сыпайылық, бұл қыздың биязылығы бұл нәрселер. Ал мүлдем тұрмысқа шықпаған қыз болса, оны әкесі немесе жаңағыдай жанындағы оған қарамағындағы анасы болар, ағасы болар, басқалар оның рұқсатынсыз оны біреуге тұрмысқа бере алмайды. Оның рұқсаты керек. Қанша бәрін дайындаса дайындасын, бірақ ең соңында қыздың өзінің разылығы керек. Мен сол жігітке неке қиылған кезде бәрібір сен той күн белгілеп қой, маңызды емес. Дәл имамның алдына келіп неке қиылайын деп тұрғанда қыз жоқ десе не деп айтасың? Күштей алмайсың ба? Тойды дайындап қойдық, ресторан жалдап қойдық деп айтасың ба, не істейсің? Ол қыздың өміріне балта шабасың да. Өзі қалау керек, өзі жақсы көру керек. Қалу, я Расулаллах. Сахабалар сонда сұрайды, я Аллахтың елшісі. Ва кайфа изнуха. Тұрмысқа шықпаған қыз баласына оған неке қию туралы ұсыныс барған кезде оның рұқсат беріп бермегенін қалай білеміз дейді. Оның келісім бергендігін, разы екендігін қалай білеміз дегенде, қала пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, ән таскута, қыздың үндемеуі деді. Бұл қызға айтылып жатыр. Тұрмыста болғандығы емес, тұрмысқа шықпаған, әлі тұрмысқа шықпаған бір қызға анасы немесе әкесі, жеңгелері, апалары келіп ұсыныс жасаса, осындай саған бір жігіт келіп қолыңды сұрап жатыр, осындай болып жатыр, немесе саған жігіт тауып берейік деген кезде қыз ұялғаннан үндемей қалса, күліп төмен қарап, онда дайын екен деген сөз да. Бетіңе қарап тұрып, я деп айту шарт емес та оны. Үндемей, жымиып отыра қалуы дайынмын деген сөз. Бол, жіберіңдер деп жатыр. Ал егер келісім бермесе, онда айту керек та, үндемей отырғаны болмайды да. Жоқ деп айту керек. Менің осындай армандарым бар, пландарым бар деген сияқты өздерінің несін айту керек та. Бірақ сонда да үлкендер оған ақыл айту керек та. Пландардың бәрі жайында қалады ертең. Жаныңдағылардың бәрі озып кетіп жатады бала шағамен. Сол кезде қарап қызығып қалатын кездер болады. Қазір келіп тұрған мүмкіндікті жіберіп алма деп, солай жақсы ақылдарды айту керек та. Дұрыс жасадың сен деген сияқты әңгімелер айтпау керек та оған. Я карьераңды қуа бер, жетіп ал түбіне деп. Олай айтуға болмайды. Қыз мұраты не дейтін еді? Кету ма? Кететін жағына жіберу керек та. Қиын ғой бірақ, әкелерге қиын, аналарға қиын қызды жіберу. Бірақ айтамыз да енді. Үкім сондай, қайтеміз енді. Көну керек. Өздеріңізде біреудің қызын алып отырсыздар ғой. Солай біз де өзіміздің қызымызды жібереміз. Бірақ үнсіздік ол келісімді білдіреді екен деп, барлық жерде үнсіздікті келісім қылып жүруге де болмайды. Тіпті қазіргі күннің қыздарында. Келіп, мысалға, жеңгесі ме, апасы ма айтса келіп, тұрмысқа шығасың ба, немесе пәленше саған келіп, ұсыныс жасап жатыр, осындай жігіт деп айтып жатқан кезде, қыз үндемей ештеңе айтқан жоқ. Түріне қарасаң, қабақ түйілген дейді. Ашуланып, есікті ашып, тарс жауып шығып кетсе, үндемей шықты менің қарындасым деп отырасыз ба? Олай болмайды да, анау үндемей кеткеннің өзі саған қандай мимика білдіріп жатыр да, бұл нәрсе разы емес екендігін білдіреді. Сондықтан үнсіздік әрқашан келісімді білдіре бермейді. Ол адамның халіне де, түр-әлпетіне де, бейнесіне де қаралады. Вафи риуаятин, басқа бір риуаятында осы хадистің былай деп келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ас-саййибу ахаққу би нафсиха мин валийиха." Бір рет тұрмыста болып келген әйел екінші рет өзін тұрмысқа беру мәселесінде өзінің уәлиінен қарағанда өзі лайығырақ дейді. Келісім, рұқсат мәселесінде. Яғни жаңағы жоғарыда айтқанымыздай бір қыз бар, ол тұрмыста болған, күйеу қайтқан. Енді оның әкесі бар, оның ағасы бар, інісі бар, анасы бар деген сияқты да ол қыздың. Енді ол қыз екінші рет тұрмысқа шығу керек болса, ол әкесінің, анасының мәселелеріне қарағанда өзінің сөзі, өзінің үкімі басымырақ тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі соны білдірді. Уәл-бикру тустамару ва изнуха сукутуха деді. Жоғарыда айтқанымыздай, ал мүлдем тұрмысқа шықпаған қызға неке қию барысында өмірінде алғаш рет.
оның рұқсаты сұралады, оның разылығы сұралады, оның рұқсаты разылығы үндемеуімен білінеді деді. Үнсіз қалуымен білінеді. Қыздың үнсіз қалуы, бұл жаңағы айтқанымызда, егер түрінен бір жақтырмаудың белгілері байқалмаса, онда рұқсат деген сөз. Қыздікі. Бірақ бір рет тұрмыста болған жаңағыдай әйел болып қойған, есік көрген деп айтайықшы, жақсы сөз қолданады ғой бізде, есік көрген дейді. Сондай есік көрген әйел болатын болса, қыз болатын болса, онда оның мәселесінде үнсіз қалу деген нәрсе жоқ. Үнсіз қалу. Себебі бет ашылып қойған деп айтады ғой бізде. Бет ашылған. О, бет ашылып деген маска шешіліп деген сөз емес. Кәдімгі бет ашар бар. Сол бет ашылған деген. Анандай мағынада түсінбеңіздер де. Ол бір рет неке деген нәрсені өмірінде өткізген. Оның ұялуы орынсыз. Оған ұялуға болмайды. Себебі бұл бір рет өткен ол жолдан. Ал мына бірінші рет тұрмысқа шығып тұрған қыздан не сұрайсың бұл? Өмірінде бір рет келіп тұр, бұның ұялуы орынсыз. Еркектің де ұялатыны болады ғой. Егер әлбетте еркек некеге дейін ар намысын сақтаған, өмірінде қыздың қолын ұстамаған, қызбен сөйлеспеген, олмен жаңағыдай бір өтірік әңгімелерін айтпаған, өтпейтін приколдарын айтпаған жігіттер болса, олардың да, оның да ұялатыны болады. Мұсылмандыққа сай еркектің ұяты бар, мұсылмандыққа сай қыздың ұяты бар. Әр қайсысы өзін әдемі қылып көрсетеді. Сонда ол еркек те әдемі болады, ана қыз да әдемі болады. Сондықтан мына хадистардан ұғатынымыздай, кім болса ол болсын, ешқандай қызды күштеп тұрмысқа беріп жіберуге болмайды. Ана өздерінше теңдік сұрайтындар бар ғой. Ислам діні деген әйелді қамап тастайды, әйелдің үйтіп тастайды, бүйтіп тастайды деп айтады. Жалақ осы оның бәрі. Оның барлығы неден айтайын ба? Оның бір ғана бір себебі адамдар дінді толық білмегендіктен болады. Дінді дұрыс түсінбегендіктен. Олар бірінші біліп алсын да, ислам дінінде дін жалпы мұсылмандық қыз баласына әйел кісінің дәрежесін қаншалықты деңгейде көтерген, оларды қалай құрметтейді, оларға қалай қорғайды, оларды қалай зұлымдықтан қорғайды, осын түсіну керек те. А бұны исламнан басқа еш жерде жоқ. Жаңа көріп отырмыз ғой, айтып отырмыз. Адамның тәжірибесінде қызды тұрмысқа беретін кезде дәл исламдікіндей қорғайтын жер жоқ ешқандай. Ешқандай заң жоқ бұлай қорғайтын. Себебі исламда әділдік бар. Ал исламнан басқа изімдерде әділдік емес, олар теңдік қалайды. Андай бір сөз бар да, әділдік қаласаңыз, аң патшасы арыстан. Ал теңдік қаласаңыз, онда аң патшасы қоянда болады. Теңдік деген сондай да. Олар да көтеріліп шығады ертең. Неге арыстанның жасаған біз жасай алмаймыз деп. Түлік шығады сосын. Барлығының да патша болуға несі шығады? Мүмкіндігі туындайды. Олар теңдік қалады, бірақ әділдік емес бұл. Әділ болу үшін тек арыстан болу керек та патша. Сонда дұрыс болады. Ал оның барлығын көрсететін тек ислам ғана. Исламнан тыс жерде біреу әділдік жасап жатырмын, теңдік жасап жатырмын деп ойлайды, бірақ екінші жағында құлдырау болып жатады. Екінші жағында бір адамға қиянат келеді, немесе Аллах тағаланың бір жаратылысына зұлымдық тиеді. Алладан асқан шебер жоқ. Абу Дауд рахимауллах риуаят қылатын, өзінің Сунан кітабында риуаят қылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: әйелдеріңді қыздарыңның неке қию мәселесіне жүктеңдер дейді. Әйелдеріңді қыздардың тұрмысқа шығу мәселелеріне жүктеңдер, міндеттеңдер дейді. Бұл хадистан түсінгеніміз, тұрмысқа шығатын уақыты келген қыз баласы бар адам сол қызына тұрмысқа шығуға дайындалу керек екендігін, немесе біреуден оған ұсыныс түсіп жатқандығын барлығын кіммен жеткізеді? Әйелі арқылы жеткізеді. Енді тікелей әйеліне келіп айтпау мүмкін ғой. Сіз мысалға мешітте жамағатта жүрсіз де, сіздің бой жеткен қызыңыз бар. Оны мына жерде жүрген бойдақтар біледі оны. Бойдақтар бәрін біледі, білмейді деп ойламаңыздар. Сіздерді кәдімгі зерттеп тастаған бәрін. Кімнің қажет жұмыс жасайды, кімнің қандай қыз бар екен. Жай жүр дейсіз бе мешітте олар? Олар біліп алған сөйтіп. Сосын бір күні келіп мені жіберер сізге, немесе өзі барар, болмаса көкесін, ағасын жіберер. Сыртыңыздан көрсетіп жүреді, пәлен деген адам, оның қызы бар, соны сұрап бер барып дейді. Сөйтіп сізге келеді, сіз үйге барып енді қызыңа айтпайсың ғой. Қызың ұялуы мүмкін. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, әйелің арқылы жеткізесің.
Әйел жоқтар жаңағы айтқандай өзінің әпке қарындастары, басқа да нағашылы жақтары олар сондай әйел арқылы жеткізу керек. Қыздың ұяңдығын, ұяттығын сақтау керек. Қыз бала еркекке қарап көз бақырайып сөйлеу деген болмайды. Еркекке тіке қарамай төмен түсіп, бұл отбасыдан сол нәрсені алу керек та. Әкесінің алдында, ағасының алдында қыз бала ұялып өмір сүру керек. Бет ашылып кетпеу керек. Сонда барған жерінде ол еркектерден ұялып аяқ тартатын болады. Ұядан не көрсең, не дейді? Ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Соны іліп алып кетеді. Барған жеріне соны шашып көрсетеді сосын. Сол үшін ұяда жүрген кезде дұрыстап тәрбие беріп жүру керек. Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят қылады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тустамарул ятимату фи нафсиха." Жетім қыз баласы неке қиылатын кезде одан рұқсат сұралады. Фа ин сакатат фахуа изнуха. Егер ол қыздан неке турасында сұралған кезде ол үндемесе, онда оның рұқсат берген. Ва ин абат фала жауаза лаха. Егер ол бас тартатын болса, оны мәжбүрлеуге болмайды дейді. Оны мәжбүрлеу жоқ деді. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жетім қызды айтты. Жоғарыда қарапайым жетім емес болған қыз баланы да және есік көрген әйелді де айттық. Үш түрлі әйелдің халін айттық. Демек, бұның барлығынан қорытынды шығады, қыз бала қандай болсын, жетім бола ма, болмай ма маңызды емес. Кім болса ол болсын, оны мәжбүрлеп тұрмысқа беруге болмайды. Дүниелік мансап немесе басқа да бір атақ абыройларды қалай отырып, қызды, әйелді тұрмысқа күштеп беруге болмайды. Әркім өз қалауымен тұрмысқа шығу керек. Мына бір мәселені айтайын, сонымен тоқтаймыз иншалла. Кейбір жағдайларда, жоғарыда айттым ғой, кейбір жағдайларда мынадай мәселе болып қалуы мүмкін. Ғұламамызда мынандай бір сұрақ сұралған екен. Бір екі жігіт бауырлар, екеуі, біреуінің қызы болады, біреуінің баласы болады, ері баласы. Екеуі бір-біріне атастырып қояды. Ертең қызымыз бой жетіп, балам ер жеткен кезде екеуін үйлендіреміз дейді. Мынау өмірде болған шынайы оқиға да. Сосын арада біршама уақыт өтеді, бой жетеді, ер жетеді. Сол кезде қыз сондай тақуа, салихалы, дінді қатты ұстанатын сондай жан болып бой жетеді. Және қыз да дәл соның тақуалығына сай, анау әкесінің досы атастырылған жігіт емес, басқа жақта өзінің сипаттарына сай тақуа бір жігітке көз түседі. Сонымен неке қиғанды қалайды. Әкесінің досы болып кезінде атастырылған жігіт қыздың деңгейіндегідей тақуа болмай қалады. Сонда әкесі тұрып, досы ғой енді, досымен кезінде қыздарын, балдарын атастырған ғой екен. Қараңыз, мына әкенің ақымақтығы да бұл. Қызының өміріне балта шауып, досына берген уәдесін орындамақшы. Осындай ата-аналардың кесірінен кейде бала-шаға зардап шегеді. Әкенің ақымақтығынан балдар жетім болады, ананың ақымақтығынан балдар жетім болады. Баланың не кінәсі бар десеңізші? Баланың ешқандай қателігі жоқ, кінәсі жоқ. Ақыретте соған себеп болған ата-ана жауап береді. Сосын осы сұрақ шейхімізден келіп сұралады ғой. Анаған әкесі айтып жүреді жаңа қызға: егер мен айтқан досымның баласына тұрмысқа шықпайтын болсаң, онда мен саған хақымды халал етпеймін, мен саған наразымын дейді. Аллахтың алдында жағаңды жабысып, сенің жаңағы менің айтқанын тыңдамағандығың үшін, маған итағат қылмағандығың үшін, ата-анаға ақ болу деген нәрсе бар ғой, білесіздер ме? Ата-анаға ақ болу деген. Сон мәселемді Алланың алдында сұраймын сенен дейді. Сонымен енді қыз тақуа, Аллахтан қорқатын, ол білет, ата-ана мәселесінде қаншалықты итағат ету керек екенін. Бірақ өмірлік серігін, ол отбасын тақуалықпен байланыстырып басқа біреуге тұрмысқа шыққысы келіп тұр. Шейхімізге келіп сұрайды: не болады бұл жағдайда? Бұндай жағдай бірінші рет болып тұрған жоқ. Бұндай жағдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде де болған. Және бұл сұрақтың жауабы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде бар. Оны Алла қаласа келесі сабақ айтамыз. Осы жерден тоқтайық. Уақыт болып қалған екен. Уақыт деп айқайлайтын еді ғой. Осы жерден тоқтайық. Аллах тағала баршаңыздан разы болсын.
Аллах тағала тауфиқ берсін, біздерді адасудан сақтасын. Субханакаллахумма астағфирука ва атубу илейк. Алхамдулиллахи раббил аламин.